Сәлем достар, сіздермен бұл Easy Coding. Біз бүгін айнымалының типтерін қарастыратын боламыз. Айнымалының типтерін қарастырмай жатып, айнымалы не екенін біліп алғыңыз келсе, экран жоғарғы жағынан шығып тұрған видеоның сілтемесіне өтіңіз. Ал егер де айнымалы не екенін білетін болсаңыз, бізбен бірге кеттік. Ең алғашқы айнымалының типтері ол жолдық типті қарастыруға болады. Яғни инпутқа қандай да бір сөз енгіземіз және де оның типін анықтаған кезде бізде str, яғни ол бізде қазақша жолдық тип деп аталатын болады. str-ді жазған кезде парентқа жай ғана екі тырнақша немесе бір тырнақша қолданып жазуға болады. Егер де сөздің ішінде бір тырнақша қолдансаңыз, екі тырнақшаны сыртта қолдансаңыз, ол тырнақшаны оқитын болады сөзде. Жолдық типке қолданылатын амалдар. Жолдық типті қосуға болады, яғни біз жолдық типті 10 деген сан бердік, және де ол санды алды, және де 10-ды 10-ға қосты. Бірақ та бұл жерде бізде жолдық тип ретінде қосты, яғни 10-ға 10-ды тіркеп жазып қойды. Енді келесіде hello сөзіне біз инпутқа қандай да бір есімді енгізіп, мен өзімнің есімімді енгіздім, және де қосып жазамыз. Қосып жазған кезде hello Айдана деген сөз шықты, және де мына жерде кішкене бөлініп тұр. Яғни бізде мына 10 саны бөлінбеген еді, себебі мына жерде бізде ешқандай пробел болмаған, ал мына жерде hello сөзінің пробелі мына жақта оқылып отыр. Сонымен қатар жолдық типті көбейтіп жазуға да болады, яғни s көбейтілген 5 деген кезде hello сөзі 5 рет шығатын болады. Ал енді біз hello сөзін енгізіп алдық, енді инпутқа қандай да бір санды енгізіп, біз көбейт деп жазған кезде Python бізде қате шығарады, яғни қате шығарғанда Python бізде түсінбейді, яғни екі жолдық типті қалайынан көбейтуге болады деген сияқты бізге сұрақ қояды, және де соны түсінбейді. Яғни бізде жолдық типтің str деп жазатын болсақ, сандық, яғни нақты сан типі ол int деп аталатын болады. Яғни біз inpuттың сыртына int деп жазамыз, және де тең 5 деп жазамыз, және де оның типін анықтаған кезде int, яғни нақты сан типі. Сонымен қатар біз айнымалыны енгізгеннен кейін a тең int a деп жазған кезде де оның типі int-ға ауысатын болады. Жалпы нақты сандар типіне қолданылатын амалдар. Ол кәдімгі біз сандарға қолданылатын қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарын қолдана аламыз. Сонымен қатар Python-да мынандай операторларды қалдықты есептеу, бүтін бөлікті дәрежені есептейтін операторлар қолдануға болады. Яғни біз 8 бен 3-ті алған кезде, 8-ді 3-ке бөлген кезде бізде қалдық 2-ге, ал бүтін бөлігі де 2-ге тең болады. Ал 8-дің 3-ші дәрежесі 512-ге тең. Бүтін бөлігі мен қалдықты анықтап айтсақ, яғни біз 78-ді 5-ке бөлген кезде бүтін бөлігі 15-ке, ал қалдық 3-ке тең болады. Сонымен қатар біз екі сан енгізіп, яғни a және b қосылған b тең нешеге екенін анықтау үшін мынандай өрнек жаза аламыз, мынандай код жазамыз, яғни a тең 5, b тең 7 деп алдық, және де 5-ке 7-ні қосты, яғни a-ны string, яғни жолдық типке ауыстырды. Басында ол бізде int, яғни нақты сан типі болды. Оған қосуды, яғни string несінде жолдық типінде алып, оған қосты, және де бұны да stringке ауыстырды, және де теңді, және де екеуін және де мына жерде a-ға b-ны қосты, яғни string тең ең алдымен қосып алды, int типінде, integer типінде, содан соң оны stringке, яғни жолдық типке ауыстырды. Яғни бізде мынандай өрнек пайда болды. Бізде дәл осы өрнектің жазудың екінші түрі бар, яғни a үтір b қосылған үтір b тең a қосылған b. Байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде біріншіден типті ауыстырған жоқпыз, және де екінші байқайтын нәрсе, мына жерде 5 пен қосудың арасы, қосу мен 7-ның арасы бөлініп жазылып отыр. Ал мұнда болса бөлінбей жаңа қосылып жазылған еді. Оның себебі бізде үтір, яғни бөлу дегенді білдіреді, қосу емес бөліп, яғни бөлік жазуды білдіреді. Ал енді біз сан тиын санға 5,8 санын берген кезде бізде бізде Python қайтадан қате шығаратын болады. Қате шығаруының себебі
бізде Python нақты сандарды бөлек типте, бүтін сандарды бөлек типте қарастыратын болады. Яғни бүтін сандардың типі ол float деп аталатын болады. Float бізде жаңағы a тең, біз қандай да бір сан берген кезде бүтін сан, яғни нақты сан берген күннің өзінде де ол бүтін типте жазатын болады. Жалпы floatқа да бізде жаңағы нақты сандар типінде қолданылатын қосу, азайту, көбейту, бөлу, қалдықты есептеу, нақты бөлгішін есептеу, дәрежеге шығару секілді амалдар қолданылатын болады. Ал бізде соңғы тип ол логикалық тип, яғни boolean деп аталады, және де кодта bool деп жазылады. Bool типінің екі ғана мәні бар, ол true және де false, ақиқат, жалған. Яғни біз аға қандай да бір санды береміз, яғни аның мәні бар, ол true, яғни иә деп шығаратын болады. Ал типі boolean, яғни бұл. Ал егер де біз аға ешқандай мән бермейтін болсақ, ол false деп шығаратын болады. Жалпы boolean типінің негізгі бір функциясы ол айным қандай да бір өрнектің ақиқат немесе жалған екенін анықтап беретін болады. Мысалға 7 көп 8-ден, яғни бұл бізде жалған, false мәнін қайтарып берді. Егер дәл осы тақырыпты кеңінен қамту үшін есептер жасадым, ол описание бөлімінде тұр, описание бөлімінен қарап шығарсаңыздар болады. Сонымен біздің видеомыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.